Алаш көсемдерінің бірі қазақтың аяулы тұлғасы Мұстафа Шоқайды фашистердің құйыршығы деп жазған өскемендік журналистер сотта жеңіп шықты. Флеш газетінің бас редакторы Денис Данилевский мен Сергей Михеев Қасымхан Бегмановтың Мұстафа Шоқай жолымен атты деректі фильмін көрген соң Алаш көсемі туралы осындай мағынадағы екі мақала жариялаған. Ақын Қасымхан Бегманов газетті сотқа бергенімен, бүгін сот журналистер фильм режиссерін емес, Мұстафа Шоқайды ғана фашистің құйыршығы атаған деп, Бегмановқа сот шығындарын төлеуге үкім шығарды. Мұстафа Шоқай жолымен атты толық метраж деректі фильм былтыр маусым айында жарыққа шыққан. Фильмде Шоқайдың Ақмешіт, Ташкент, Петербург, Париж, Берлин қалаларындағы саяси қайраткерлік өмірі туралы айтылады. Деректі фильм Өскеменде көрсетілген соң, Флеш газетінің екі журналисті Қазақстанда Мұстафаны насихаттауға болмайды, ол Түркістан легионын құру үшін фашистермен сыбайласқан деген мақала жазған. Естеріңізде болса, 2006 жылы Қарағандының бір газеті Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановты террорист деген болатын. Ал қазақтың ұлы тұлғасын қорлағандардың әрекетіне шыдай алмаған Қасымхан Бегманов енді Мұстафаның туыстарын тауып, солардың атынан екі журналисті қайта сотқа бергелі отыр. Алыптарымызды қорлап, сондай ойларына келген жазып атқан адамдарды қалай бағалауға болады? Менің миыма сыймайды. Мына болашақта ойлаймын мен енді. Мына сот жүйесіне де, мына заңды шығарған кезде де қалай енді менің жеке басыма тиіспеген, қалай жеке басыма тиіспейді? Ол менің кейіпкерімді, бүкіл өмірімді, арманымды, мұратымды, Мұстафа Шоқайды жоққа шығарып отырса, менің сонда нем қалды менің?